Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бірге өріктің шырынын жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, тіркеле отырыңыздар. Ең алдымен өріктерімізді жақсылап жуып, тазалап аршып аламыз. Оны осылай электр ұсақтағышымен, майдалағышымен, яғни электрический измельчительмен осылайша езіп майдалап аламыз. Өріктерімізді осылайша айналдырып езіп алғаннан кейін бізде каша сияқты масса пайда болды. Оның бәрін бір табаққа осылайша жасап шығамыз. Бізде осылай өрікті майдалап езіп алдық. Енді оны сүзгіштен өткізуді қажеті жоқ. Енді оны екіге бөліп шығамыз. Екінші ыдысқа осылайша салып, су құйып шығамыз. Суымызды осылай толтырып, мына жерде менде 10 литрлік ыдыс. Енді оны газға қоямыз. Бір қайнатып аламыз. Көбігін алудың қажеті жоқ. Көбігін өз қалауларыңыз бойынша алам десеңіздер, алып тастауға болады. Бір жағынан банкаларды осылай булап жатырмын. Енді бір қайнатып алғаннан кейін оның үстіне қантымызды салып шығамыз. Қантымызды 1 литрге шамалас қант салдым. Енді оны тағы да жақсылап араластырып қайнатамыз. Бізде қою осындай өріктің шырыны қайнап жатыр. Өте керемет. Крышкамызды осындай қайнаған суға салып қойдым. Банкамыз парланған банкаға шырынымызды құйып жабамыз. Мен қою етіп жабамын. Ашқан кезде үстіне су құйып, қалауларыңыз бойынша қою болса су құйып ішуге болады. Дәмі де өте керемет болды. Бұл жерде бір айта кететініміз, электрлік ұсақтағышпен жасасаңыздар ешқандай шығын болмайды. Яғни атқұт болмай, осылай банкамызды қою шырынмен жабуға болады. Менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып тіркеле отырыңыздар. Үйде міндетті түрде осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Өте керемет қою өріктің шырыны болды. Балаларыңыз сүйсініп ішетін шырын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет.